Сәлем достар, менің блогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 13 қаңтар, сәрсенбі. Қазір бізде уже бір болып қалды. Қазір Ара екеуміз бірге мектепке апайға барамыз. Апайды көріп қайтуға. Ой. Ходить нет. Весь классно просто. Бізде сол апай кесе бере ма, 11 кезде. Бізде ауысты ғой. Қасында бар. Алмай келмейді класс, иә? Оныкі 11 емес па? Әлі назысын. Қинап тұр. Ой, привет, иди. Қалайсыз? Ана жақта ауыстырып жіберіпті ғой, иә? Апай сағыларыңыз. Біздің мектеп. Biz gazeteden ineceğimiz. Dostum barlar izası var. Картада шықпай жатыр адрес. Аға, екеуміз екі жерге тастау керек. Мен уже үйге келдім. Бізде сағат 4 болды. Қазір сағат 6-да мен Миллениум деген кафеге барамын. Мектепте өте жақсы отырып қайттық. Вот так вот. Ну ладно, 2 сағаттан кейін кездескенше. Мен уже дайынмын. Вот. Қазір Арайды алып кетеміз да кафеге барамыз. Все, пока. Рахмет. Поддержка. Пока что только суши. Жрем суши. Ладно, поесть она одну суши. Бір штук. Арайте не видно. Раз, два, три, давайте. Дальше. Достар, барлығыңызға сәлем. Бүгін біз 25 январь, и бүгін 2-ші семестр басталады. И офлайн, мен қазір универге бара жатырмын, өмірімде бірінші рет. Мен уже дайын тұрмын, менде қара джинсы, мынандай рубашка. Вот сағат. И міне менің рюкзагым. Ішінде керекті дәптерлерім, керекті заттарымды уже салып алдым. Қазір уже мен шығамын. Шыққанда қалай ойнап отырмыз? Апайды күтіп тұрмыз. Адасып жүрміз, сабақ бітуіне 10 минут қалды. Она не
Bәріміз қатарда тұрмыз. Biz енді универге баратырмыз. Дышым бітті. Менің үй жұмысым. Как тапсырма берді, соны істеп жатырмын, Әсел екеуміз. Мені түсіріп ма? Күнді жазып, ортасын жасап алам. Оға, ортасын. Ортасын жазған болатын шығар. Короче, мен сабақтан шығып, Мұстарайға келдім. Қасымда Арай бар. Вот біз катокқа кассиноға келдік. Ана жақта кафе буға барарыз, бір сағатқа суытта. Елу бес кеткенде кездестім, ол елу бір кеткенде келді. Каток жабық екен, біз кофе бумға келдік. Достар, баршаңызға қайырлы кеш. Қазір бізде уже 6 болып жатыр. Мен уже үйге келдім. Өздеріңіз көргендеріңізде каток жабық болып шықты. Сондықтан біз жай ғана кофе бумда отырып тамақтанып қайттық. Бүгін бізде среда болғандықтан ертең және онар күні, яғни четверг и пятница бізде онлайн, яғни ол күндері бізде түркі лекция. Сондықтан бізде онлайн болады. Ал бұл күндерге біз үй жұмыс істемейміз. Суббота, воскресенье бізде демалыс. Сондықтан мен қазір құротпай понедельниктің сабағын істейін деп шештім.